بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мінекей сізбен біз ақырғы соңғы 19 сабаққа да келіп жеттік. Бұл сабақта, өткен сабақта айтып өткендей, барлық сабақтардың жиынтығы, барлық сабақтарда келген мысалдар бір жерге топтастырылған. Қазір шәкірттер кітаптарынан ашып, осы сабақты оқитын болады. Сіздер де кітаптарыңызды ашып, құрметті көрермендер, бізбен бірге қатарласа қадағалап оқып отырыңыздар. Осы соңғы жаттығудан кейін, иншалла, Алланың қалауымен біз Алланың кітабы Құранның өзін ашып, ежіктеп оқуға талпынып көреміз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 Өздеріңнің Раббыларыңнан кешірім тілеңдер. Өйткені ол көп кешіруші. Ол сендерге аспаннан мол жаңбыр жібереді. Сендерді мал-мүліктермен және перзенттермен қолдайды. Сендерге бау-бақшалар өсіріп, және сендер үшін өзендер пайда қылады. Нұх сүресі 13-12 аяттар. Сөзсіз, адамдардың бақытсыздыққа ұшырап, көптеген қиындыққа ұрынып, тұрмысының тарылуы, жолы жабылып, тығырыққа тірелуі адамдардың Құранмен қарым-қатынастарының дұрыс жолға қойылмауынан болады. Алла тағала Құранда кім менің үгіт насихатымнан бет бұрса, сонда күдіксіз оған бір тар тұрмыс болады деген. Әлемдердің Раббысы Аллаға деген сенімнен, яғни иманнан басқа бірде-бір нәрсе көңілді тазартып, қуантып, уайым қайғыны кетіруге шамасы жетпейді. Өйткені Аллаға иман келтіріп, құлшылық ете бастаған адам оның жақынына айналады. Ал барлық құдірет күш және адамзаттың тағдыры қолында болған Алла тағала өзіне құлшылықпен жақындаған құлдарын өмірдің кез келген тығырығынан алып шығады. Алла тағала Құранда кім Алладан қорықса, оған бір шығар жол пайда қылады, әрі оған Алла ойламаған жерден ризық береді деген. Иман келтіріп, құлшылық етпеген жан өмірдің ешқандай қызығын қызықтай алмайды. Себебі олар қиындықтардан шығатын жолдың шешімін Құраннан немесе иманнан іздемейді. Олар қиындық қайғы қасіретке тап болған кезде құтылудың бірден бір жолы өзіне өзі қол жұмсау, араққа салыну, наша қолдану, темекі шегу деп ойлап осыған жүгінеді. Ал бұл әрекеттер өз кезегінде адамды одан сайын тығырыққа тіреп, бақытсыздығын арттыра түседі. Сондықтан адамның бақыты, тыныштығы, рахаты өзінің иманының қуаттылығына қарай болады. Өйткені Алла тағала Құранда ер немесе әйелден кім иманды күйде ізгі істесе, әлбетте оны көркем тіршілікте жасатамыз. Әрі оларға істеген істерінен жақсырақ сыйлық береміз деген. Аяттағы көркем тіршілік дегеніміз бақытты өмір. Демек, кеудесінде жаны бар пенденің барлығы іздейтін бақытты ғұмыр имандылықта екен. Оны адамзатты өзінен артық танитын жаратушы Алла тағала айтып отыр. Олай болса, шынайы бақытты өмірге жеткізетін төте жол Құран кәрімді үйренуге бірге талпынайық ағайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 29 бетті ашамыз. Соңғы 19 дәріс. Ашып болсақ, Алмас, бастап оқимыз, қана. Жазаан. Дұрыс. Әл-мәләикәту. Жақсы. Одан кейін екі сөзді қосамыз. Инна аътойнака. Тағы бір қайталап оқы. Инна аътойнака. Жақсы. Илайна иябахум. Жақсы. Тағы бір қайталаймыз. Илайна иябахум. Жақсы. Одан кейін екі сөзді тағы да бір-біріне қосамыз. Хойрон яроху. Соңғы вау, кіші вау етін бізде, Кіші вау етін. Әден кейін. Не істеу керек еді? Созасын өтіп Созамыз, я, дұрыс айтасың. Соза ғой. Хойрон яроху. Жақсы. Келесі екі сөзді бір-біріне қосамыз.
شرا يره тура сол секілді. Жақсы. ميقاتا Жақсы. يوم Яума, дұрыс. Одан кейін екі сөзді қосамыз бір-біріне. فمن يعمل Аман ямал, дұрыс. يومئذ يصدر الناس Біз не үшін қосып жатырмыз, құрметті көрермендер, сіздер де назар салыңыздар. Бұл жерде соңғы біз өтіп жатқан жаттығуларда Құран аяттарының белгілі бір бөлшектерін бөліп бізге беріп жатыр. Бұл жерде Құран аяттарының екі сөзден құралған бөлігі, үш сөзден құралған бөлігі де кейде беріледі. Біз осы жаттығулардың өзінде сол Құран аяттарының бөлшектерін оқумен аяттарды оқуға жаттығамыз. Мына жерде де яума идин, ястуру, аннас деген үш сөзден құралған Құран аятының бір бөлшегі беріліп тұр. Ол үшін үш сөзді бірге қосып оқимыз. Қайтадан тағы бір мәрте оқы. يومئذ يصدر الناس Жақсы, дұрыс. Одан кейін екі сөзді қосасың бір-біріне, екеуі бір аяттың бөлшегі. من ربك Одан кейінгі үш сөзді бір-біріне қосасың. رسول من الله Тағы бір қайтара оқы. رسول من الله Миналлахи. من الله Жақсы, дұрыс. Рахмет. Айдос, ары қарай оқимыз. Бұл жерде біз екі сөзді қосамыз, келесі жолдағы. صحفا مطهرة Тағы бір қайтала. صحفا مطهرة Жақсы. Жаттығулардың барлығында, өткен сабақтардың барлығында айтылып жүргендей, әріптердің шығу орны, сосын әріптердің жуан жіңішкелігі ескеріледі дедік. Біз осы жерде де жаттығулардың барысында да соны дұрыс пайдалана білсек, ол сөздердің дұрыс оқылуына өзінің септігін тигізеді. Осы нәрсені де естен шығармаймыз. Келесі сөзде, келесі мысалда үш сөз қатарынан келіп тұр. Үш сөз бір аяттың бөлшегі болғандықтан тағы да оларды бөлмей қосып оқимыз. صفا لا يتكلمون Тағы бір қайтала. صفا لا يتكلمون Жақсы. Енді мына жерде келесі мысалда төрт сөз қатарынан келіп тұр. قلوب يومئذ واجفة Дұрыс. Соңғы. أبصارها Себебі бұл төрт сөздің орналасу тәртібі Құранда осылай келеді. Тізбек бұл осылай келеді. Сол үшін біз төрт сөзді бөлмейміз бір-бірінен. Қайтадан оқимыз. قلوب يومئذ واجفة أبصارها Жақсы. Дұрыс. Енді келесі екі сөз бір аяттың бөлшегі. سراجا وهاجا Жақсы. وأنزلنا Ол бөлек бір сөз, е? Одан кейінгі екі сөзді қосамыз бір-біріне. أكلا لما Жақсы. Одан кейінгі сөз келесі беттегі үш сөзбен қосылады. وتحبون المال Жақсы. حبا جما Жақсы. Тағы да бір қайтара оқы. وتحبون المال حبا جما Жақсы. Ары қарай Тимур, жалғастырамыз. Бұл жерде екі сөз келіп тұр, екеуін қосамыз. غثاء أحوى Соңғы сөзде соңғы әріпі қатты созылып кетті. أحوى Ахуа. Бұл жерде мәт кіші алиф қой. Кіші алиф. Кіші алиф өзінің деңгейінде ғана созылады. Одан артық созылмайды. Қатты созып жіберсек те ол қате болады. Қайтадан оқы, мысалды. غثاء أحوى Жақсы. Келесі екі сөз бір-біріне қосылады. معتد أثيم Қайтадан оқы. معتد أثيم Одан кейін екі сөзді.
إذا تتلى Тағы бір мәрте. إذا تتلى Жақсы. Одан кейінгі екі сөзді бір-біріне. نار حامية Наран бір бөлек сөз болса, хамиятан екінші сөз. Енді келесі мысалда төрт сөз. Төрт сөзді қосып оқисың. تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية Жақсы, тамаша. Алмас, ары қарай жалғастырамыз. Екі сөзді қосамыз. Мысалдағы. من بخل Айтып оқимыз, еш нәрсені созбаймыз. من بخل Жақсы, созылатын ешқандай мәд әрпі жоқ қой бұл жерде, иә? Тағы бір рет оқы. من بخل Мән бәхилә. من بخل Жақсы, осылай болу керек. Келесі сөз, жалғыз сөз, жалғыз. لينبذن Жақсы. لينبذن Одан кейін من екі сөз. بعد Одан кейін үш сөзді қосамыз. من بين الصلب Жақсы, тамаша. Одан кейін екі сөзді қосамыз. لنسفع بالناسية Жақсы. Айдос. بذنبهم بذنبهم Жақсы. Келесі сөз. مطهرات Одан кейінгі төрт сөз. Қатарынан келген төрт сөз қосылады. сөзді қосып оқығанда بأيدي Аха. سفرات كرام بررات Жақсы. Осылай. Одан кейінгі екі сөзді қосамыз. هم فيها Одан кейін келген мысалдағы төрт сөзді қатарынан қосып оқимыз. لكم دينكم ولي ديني Жақсы, тамаша. Тағы бір қайтара оқимыз. لكم دينكم ولي ديني Мысалдың жаттығудың қалған бөлігі Тимурдың еншісінде. Тимур. إن ربهم بهم Жақсы. Тағы бір қайтала. إن ربهم بهم Жақсы, әдемі. Одан кейін келген екі сөзді қосамыз. Екі сөз аяттың бір бөлігі. ترميهم بحجارة Жақсы, бірақ екеуінің ортасын бөлмей кедергісіз. ترميهم بحجارة Жақсы. Одан кейін келген үш сөзді бір-біріне қосамыз. لهم ما يشاءون Жақсы, әдемі. Тағы да бір рет оқимыз. لهم ما يشاءون Одан кейін бір сөз. مما Мимма дейміз. مما Одан кейін соңғы сөз. اللهم Тағы бір қайтала. اللهم Аллахумма. Аллахумма деген сөз, иә. Бұл мұсылман әдеттегі дұғасында пайдаланатын сөз, иә. Аллахумма деп. Я Раббым, я Алла деп аударылатын сөз. Құрметті көрермендер, біз осымен Құран оқып үйренейік сабақтарымыздың 19-шы соңғы дәрісін аяқтадық. 19-шы дәрісімізге арналған жаттығуды толығымен оқып біттік. Сіздер де бізбен бірге қалыспай осы уақытқа дейін дәрісімізге жалғасты түрде қатысып келе жатқан болсаңыздар, сіздерге тағы да осы дәрістерді қайталап бірнеше қайтара оқуға кеңес береміз. Ол осы соңғы сабақтардан кейін сіздің Құранға емін-еркін түсіп, ежіктеп болса да оқып кете алуыңызға үлкен мүмкіндік әпереді. Біз енді соңғы 20-шы сабағымызда Алланың кітабы Құранның өзін ашып, сол жерден белгілі бір сүрелерді оқитын боламыз. Осындай кезеңдерді басынан өткізген шәкірт, егер қалыспай оқып отырған болса, ол Алланың кітабы Құранды бізбен бірге оқып кете алады деген үлкен үміттеміз. Сол жақсы жарқын күндерде жолыққанша,
Алланың игілігімен сәлем болсын. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق